100 миллион адам, кем дегенде осынша адам 20 ғасырдың барлық соғыстардың жиынтығынан өлтірілді. Бірақ дәл сол 20 ғасырда шамамен тағы да 100 миллион адам мынаның кесірінен қайтыс болды. Бүгінде жер бетінде әр минут сайын 11 миллион темекі сатылады. Жалпы алғанда 1 миллиард 300 миллион адам шылым шегеді. Ал Қазақстанда әрбір 6-шы адам. Темекі шегудің зияны туралы ондаған факт келтіруге болады. Бірақ бұл әсер етпейді. Өйткені 100 жылдан бері темекі жарнамасы керісінше дәлелдеуге келеді. Темекі шегу сәнді, стильді, кейде тіпті зиянсыз сияқты көрсетіледі. Табак компаниялары адамзатты ең қауіпті әдеттердің біріне қалай тәуелді етті, және бұл неге әлі күнге дейін тоқтамайды. Міне, атақты Marlboro ковбой. Нақтырақ айтсақ, Уэйн Маклен 1976 жылы ол жарнамада қатал, тәуелсіз ер адамның рөлін ойнайды. Ал 15 жылдан кейін 1992 жылы бір өкпесін алдырып тастаған соң өкпе обырынан қайтыс болады. Маклен табак компанияларының шын мәнінде немен айналысатынының айқын мысалы. Негізінде олар өнім сатпайды. Кептірілген темекі бұрында да сондай болған, қазір де дәл солай. Олар әрдайым шылым шегудің тартымды бейнесін қайта жасап отырады. Осылайша жаңа тәжірибесіз жастар никотинге тәуелді болып, бұрын темекіден қайтыс болған адамдардың орнын басады. Қараңыз, Marlboro ковбой жарнамалаған бренд бүгінгі күнде әлемдегі ең көп сатылатын темекі маркасы. ақш-та оны сатып алушылардың шамамен жартысы таңдайды, ал бренд темекі нарығындағы ең қымбаттарының бірі саналады. 1950 жылдардың ортасына дейін Marlboroны ешкім аса білмеген, сатылымы 1%-дан да аз болған. Ал фильтрлі темекі негізінен әйелдерге арналған еді. Тіпті фильтрді қызыл етіп жасағаны ерінді алабының іздері көрінбеу үшін. Неге бәрі өзгерді? 1950 жылы британдық эпидемиолог Ричард Долк темекі шегетін адамдардың өкпе обыры мен жүрек ауруларының қаупі әлде қайда жоғары екенін дәлелдеді. Бүкіл әлемдегі ғалымдар зерттеулер жариялады. Үкіметтер темекіні шектеуге шақырды. Бірақ өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жүзеге аспады. Оның орнына табак компаниялары фильтрлі темекіні аз зиянды балама ретінде белсенді түрде насихаттай бастады. Әрине бұл жалған. Бірақ Marlboroда бір мәселе болды. Бұрын олар әйелдерге арналған люкс темекі ретінде сатылған. Ер адамдар ондай әйелдерге арналған нәрселерге жақындағысы келмеді. Сондықтан олар атақты жарнамашы Лео Бернардке жүгінді. Ол темекі фильтрі технологиясы туралы айтудың қажеті жоқ деді. Оның орнына мықты бейнелер ұсынды. Теңізші, құрылысшы, әскери тілші және ең керемет сол кездегі ковбой. Жарнаманың негізгі идеясы бұл нағыз еркектерге арналған нәрсе. Әдемі тартымды актерлердің бейнесі адамдардың миында ғылыми зерттеулерден гөрі әлде қайда күшті әсер етеді. Өйткені өкпе обыры алыс болашақ, ал тәуелсіз мачо болу дәл қазір қалаған нәрсе. Бүгінде темекі бизнесіне айналып жүрген ақшаға қараңыз. Шамамен $1 триллион. Бұл Қазақстанның 20 жылдық бюджетіне тең. Ал $500 миллиард әлемдік есірткі саудасының көлемі. Темекі бизнесін есірткі бизнесімен салыстырудың себебі ол да тәуелділік тудырады және адамдарды өлтіреді. Бірақ заңды түрде табыс әкеледі. Бірақ бұрын бәрі басқаша болған. Мысалы, Романовтар әулетінің алғашқы патшасы Михаил Федорович темекіні өте зиянды деп санап, шылым шеккендерді қатты жазалады. Мұрындарын кесті, танауларын жыртты, тіпті өлтірген. Ал оның немересі Петр I керісінше темекіні заңдастырды. Себебі өзі де шегетін. 17-18 ғасырда Ресей мен Орта Азия арқылы темекі Қазақстанға да жетті. Ресей саудагерлері мен Қытай арқылы әкелінетін темекі қоныс аударған көшпелі қазақтар арасында тарады. Алғашында темекі құрмет белгісі мен сыйлық ретінде қолданылды. Сонымен қатар дәрі-дәрмек ретінде де пайдаланылды. Бірақ өте аз мөлшерде. Негізінен сигара мен түтік арқылы шегілетін. Себебі темекі өте қымбат еді. Өндірісі аз, бәрі қолмен жасалатын. Бірақ 1881 жылы бәрін өзгерткен құрылғы пайда болды. Ол минутына 200 темекі жасай алды, ал адам қолмен небәрі 4 дана жасайтын. Салыстырыңыз, 12 сағатта адам шамамен 2,5 мың темекі жасаса, машина 144 мың темекі шығарды. Яғни өндіріс 50 еседен астам артты. Бұл орасан зор көлем.
Енді әрі қарай не болды? Қараңыз, 1881 жылы әлемде шамамен 6 миллиард темекі өндірілді. Ал 30 жылдан кейін бұл көрсеткіш 44 есеге артты. Ал 20 ғасырдың ортасына қарай 250 есеге дейін көбейді. Әрине бұл мұнай өндірісіндей жылдам өсу емес, бірақ бәрібір өте жоғары көрсеткіш. Мұнай сияқты темекі өндірісінің өсуіне де соғыс қатты әсер етті. Мына Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі суретке қараңыз. Осындай мысалдар өте көп. Табак компаниялар солдаттарды темекіге тәуелді ету үшін барын салды. Оларға консерві мен нанмен бірге темекі тегін таратылды. Олар майдандағы жауынгерлердің рухын көтереді, демалуына көмектеседі және стрессті азайту үшін жасалады деген сылтаумен. Бұл туралы на Западном фронте без перемен кітабында Эрих Мария Ремарк былай деп жазды. Әр сарбазға 10 сигара, 20 сигарета және 2 плитка шынайы темекі берілген. Жалпы алғанда бұл аз емес. Сарбаздар жарнамада жиі қолданылады, өйткені сарбаз отан қорғаушы, яғни өте жағымды бейне. Есеп қарапайым. Соғыс бір күн аяқталады, сарбаздар үйлеріне оралады, бірақ темекі шегуді жалғастырады. Одан бөлек олар бұл әдетті өз жақындарына да таратады. Дәл солай болды. Мысалы 20 ғасырдың басында ақш-та ересектерді тек 6% ғана темекі шеккен болса, 60 жылдан кейін бұл көрсеткіш шамамен жартысына дейін өсті. Ғалымдар мұны темекі шегу эпидемиясы деп жатады. Бұл қалай соншалықты тез болды? Әрине жарнама. Кез келген тіпті шеттен шыққан жарнама. Мысалы 1928 жылғы плакатқа назар аударыңыз. Онда сол кездегі спорт жұлдыздары Тони Лацери темекіні мынандай абсурд ұранмен жарнамалайды. Сымбатты мүсін үшін тәттінің орнына Lucky Strike темекісін таңдаңыз. Ал төменде одан да қауіпті жазу бар. Тамақты тітіркендірмейді және жөтел тудырмайды. Бірақ тек ер адамды да жеткіліксіз еді. Әйелдерге керек болды. Оларға дәл осындай жалған ақпарат ұсынылды. Тіпті дәрігерлер де жарнамаға тартылды. Елестетіп көріңіз. 20.679 дәрігер Lucky Strike тамақты аз тітіркендіреді деп мәлімдейді. Бұл тек бір брендтің креативті ойы деп ойлайсыз ба? Жоқ, табак компаниялары ештеңеден тайынбады. Олар жарнамасында балаларды, тіпті жаңа туған сәбилерді пайдаланды. Мысалы, бір жарнамада «Әке, сен әрдайым ең жақсысын таңдайсың, тіпті Мальборо да» деген жазу болды. Сонымен қатар болашағы ақш президенті Рональд Рейган де жарнамаға қатысқан. Қысқасы нақты айтсақ, темекі шегу зиян, ал оны тастау өте қиын. Бірақ елде әр екінші ересек адам темекі шеге бастағанда, ал ғалымдар оның зияны туралы жаппай дабыл қаққанда, билік бұл жағдайды реттеуге мәжбүр болды. Алдымен табак компанияларының темекінің зиян туралы ескерту жазуға міндеттеді. Фильтрдің пайдасы туралы айтуға тыйым салынды. Сондай-ақ радио мен теледидарда жарнама жасауға шектеу қойылды. Бірақ бұл оларды тоқтатпады. Ақша бұрынғыдай ағылып тұрды, тек жарнама форматы өзгерді. Енді олар тікелей емес, жарнамаға көшті. Мысалы, кино арқылы, немесе спорт арқылы. Ең жарқын мысал Михаэль Шумахер. Оның бейнесі Мальборо брендімен тығыз байланысты болды. Тіпті ол Скайдри Феррари командасы үшін емес, Мальборо үшін жарысқанда әсер қалдырады. Бұл табак бренді Формула 1 командасын 14 жыл бойы демеушілік етті. Ең табысты кезеңдерде олар жылына $100 миллион төлеген. Оның 20 миллионы тікелей Шумахердің жалақысына кетті. Осы уақыт ішінде Шумахер 7 мәрте әлем чемпионы атанып, тарихтағы ең танымал жарыс жүргізушісінің біріне айналды. Ал Мальборо сатылымы 2 есеге жуық өсті. Жылына 163 миллиардтан 301 миллиард темекіге дейін. Көріп тұрғандарыңыздай, мұндай орасан табыстың жанында Феррари мен Шумахерге кеткен шығын болмашы ғана. Осылайша табак компаниялары тағы ұзақ уақыт бойы заңды айналып өтіп, темекі саудасын жалғастыра алар еді. Бірақ бәрін өзгерткен бір адам болды. Джеффри Уиган. Оның рөлін кейін Рассел Кроу The Insider фильмінде сомдайды. Джеффри Уиган ірі табак компанияларында зерттеулермен айналысқан. 1995 жылы жұмыстан кеткен соң ол шындықты жария етті. Компаниялар никотинден кейін әдейі реттеп тәуелділікті күшейту үшін темекіге аммиак қосқан. Осыдан кейін үлкен дау басталды. Адамдар табак компанияларын сотқа бере бастады және ірі көлемде өтемақы ұтып алды. Мысалы, Майола Уильямс есімді америкалық әйел
Philip Morris компаниясына 155 миллион доллар өтемақы өндіріп алды. Оның адвокаттары компанияны кінәлі деп дәлелдеді. Оның күйеуі өкпе обырынан қайтыс болды. Өйткені ол өмірінің соңына дейін темекі шегудің қауіпсіз екеніне сеніп келген. Ал бұл сенім темекі жарнамасы арқылы қалыптасқан. Жыл өткен сайын билік бір жағынан талаптарды күшейте бастады. Мысалы 90 жылдардағы темекі қаптамасын қазіргімен салыстырып көріңіз. Айырмашылық үлкен. Ал екінші жағынан айыппұлдар арқылы табак компанияларынан ақша жиналды. Мысалы сол 155 миллион доллардың бәрі қарапайым америкалық әйелдерге берілген жоқ. Оның 99 миллионы Орегон штатына түсті. Сырттай қарағанда бәрі жақсы сияқты. Жарнама жоқ, темекі табу қиын, балалар мұндайды көрмейді. Бірақ табак компанияларының басты мақсаты әрқашан жаңа өсіп келе жатқан жас буын. Өйткені олар кімнің орнын басу керек? Әрине бұрын темектен қайтыс болған адамдардың орнын. Сондықтан табак компаниялары жаңа, сәнді және зияны аз деп көрсетілетін өнімдер ұсынды. Енді сандарға назар аударайық. Әлемдегі ең ірі табак компанияларының бірі Philip Morris 2013 жылдан бастап олардың табысы өспей, тіпті төмендей бастады. Бірақ шамамен 2017 жылдан кейін қайтадан қарқынды өсе бастады. Өйткені дәл осы уақытта олардың темекіні қыздыруға арналған құрылғылары IQOS белсенді түрде нарыққа шыға бастады. Бұл құрылғыларды жарнамалау оңай болды. Өйткені біз темекі емес, гаджет сатамыз деген тәсілді қолданды. Ал темекі стиктерін адамдар өздері сатып алады. 2025 жылғы есеп бойынша осы түтінсіз, бірақ никотині бар IQOS стиктері компанияның табысының шамамен 3/1 құрайды. Ал кейбір кезеңдерде бұл көрсеткіш 40%-ға дейін жетеді. Шамамен тең жартысына жақын. Сатылым неге өсіп жатыр? Себебі бұл өнімдердің табыстылығы өте жоғары. Кей деректер бойынша бір ғана стик арқылы қарапайым темекіге қарағанда 1,7 есе көп пайда табуға болады. Ал бұл жерде біз вейптер мен басқа да сәнді электрондық құрылғыларды тіпті есепке алып отырған жоқпыз. Енді қазіргі никотиндік гаджеттердің жарнамасына қараңыз. Бәрі бірге схема бойынша жүреді. Бәрі арманнан басталады, ерекше болу, өзгеше болу, мен үшін үлкен армандау, өмірден барынша ләззат алу деген сияқты ұрандармен. Табак компаниялары ондаған жылдар бойы бір нәрсені қайталайды. Тек кейіпкерлер мен декорация өзгереді. Ал біз әр жолы осы тұзаққа қайта түсіп қаламыз. Олар әлі де жаңа өнім шығарады. Сондықтан өтінемін, темекі шекпеңіз, әсіресе балаларыңыздың көзінше. Өйткені олар сізге қарап бәрін қайталайды. Контент ұнады деп үміттенемін. Қолдап, видеоны бөлісуді ұмытпаңыз. Және санаңызды кеңейтіп, миыңызды қуаттаңыз.